Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Сманова Меруерт YouTube арнасы. Дәл бүгін өзімнің жұмыс істеп жатқан уақытыммен сіздермен бөліспекшімін. Дәл қазір уақытта осындай құрақтар мен тігіп жатырмын. Астына қойған бөз матамыз біздің қатты ақ мата болғаны тіпті жақсы. Қатты матадан керемет әдемі құрағымыз шығады. Дәл осы төрт бұрыштығып кесіп алған матамызды дәл осылай бұрыштап қыр жасап аламыз. Дәл осылай қырын жасап аламыз. Өздеріңіз байқағандай мында қыр түсіп тұр. Енді ортасына қоятын төрт бұрышты лентамызды дайындап аламыз. Видео түсірмегеніме уже 5 күннен асып кетіпті. Дәл осылай ортаға қоямыз. Қазір мұқият көріңіздер, тігіп жолын соңына дейін көріңіздер. Ал енді бастаймыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Артық лентаны кесіп отырамыз. Мен әзір бір қалыпты бір құрақ көрпе тіккен себептен дәл осындай құрақ тігуіме тура келіп тұр. Сіздер видеоның соңына дейін көріңіздер. Лайктарыңызды аямай баса отырыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Подписаться кнопкасын басып жазылып алыңыздар. Екі түрлі матадан тігілетін құрақ. Астына қойған бөз матаның 20-да 20 қылып алсаңыздар да болады, 18-де 18 қылып алсаңыздар да болады, өз қалауларыңызбен кесіп алсаңыздар болады. Дәл осы лентамен керемет әдемі құрақ үлгісі шығады. Мен айтқан қайсысы бөзге де тура келетін, өлшемі өлшенілген бөз матаның размері. Инстаграм парақшама да жазыла кетіңіздер, сілтемесі бірінші комментарийде болатын болады. YouTube, TikTok каналдарыма да жазылып алыңыздар. Өте пайдалы ақпараттарды салып отырам, видеоларды. Сұраған кеңестеріңізге жауап беріп отырмын сол жерде. Құрамызды ашып, біркелкі тігіп
ет тырысыңыздар. Өйткені кішкене жерден қисық кетсе, кәдімгідей құрағымыз біздің қисық құрақ болып шыға келеді. Дәл осындай құрақ, әдемі құрағымыз шығып келе жатыр біздің. Құрақты тартып отырып, әдемі тігуге тырысыңыздар. Мінекей, бізде ерекше әдемі құрақ үлгіміз шығып келе жатыр. Ендігі кезек дәл осы мата түрін тігеміз. Ендігі кезек соңғы құрағымызды тігетін боламыз. Мына артық матаны кеспей, дәл осылай қайырып тігіп жүрсек те болады. Соңғы лентамызды тіктік. Міне байқасаңыздар, ерекше әдемі құрақ үлгісі шықты. Шетін жақсылап айналдырып тігіп аламыз. Лентамен тіккен құрақ кішкене күрделі, бұл чи құрақ деп аталады. Көп кісілер осына тігу жолынан кішкене чатасы, қисық тігіп жатыр. Біраз тіге берсеңіздер, қолдарыңыз жаттығатын болады.
ерекше құрақ үлгісі дайын болды. Байқасаңыздар, өте сапалы қатты маттадан тігілген чи құрағымыз. Тігісінің бәрі түп түзу, оңынан қарағанда дәл осылай, терісінен қарасаңыздар да дүзу тігілген. Тігу жолынан түсінбей жатсаңыздар, 2-3 қайталап көріңіздер. Мен анықтап көрсетіп тігіп отырмын. 2-3 қайтала көріп, содан кейін бар тігу жолын бастаңыздар. Матаңыздың бәрін кесіп алмас бұрын көріп алыңыздар. Содан кейін барып тігуді бастайтын боласыздар. Бірден алып тігіп кетуге бұл кішкене дәл осындай ленталармен жұмыс істеу кішкене күрделі. Өйткені бұлар жіңішке кесілген. Күрделілеу бірінші тіккен адамдарға кәдімде қиындау болады. Дәл бұлай ұстасаңыздар, матамыз біздің беті жылтыр тайғанақтау. Содан кейін тігіп жатқан тігісіміз қисық шықпауы мүмкін. Түзу шықпауы мүмкін да, қисайып қалуы. Сол себептен мұқият видеоны толыққанды көріңіздер. Сіздерге түсінікті болған кезде ғана матаңызды дайындап тігу жолын бастайтын боласыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше болашақта мен өте әдемі құрақ үлгілерін шығарып көрсететін боламын. Дәл осы құрақ көрпелерім аяқталған уақытта мен ерекше құрақпен құрақтарымен сіздерге де бөлісетін боламын. Қазіргі таңда дәл осындай көлемде құрақ тігіп жатырмын. Әлі қаншалықты тігуім керек. Алла қаласа өте әдемі құрақтарды сіздерге шығарып көрсететін боламын. Күрделісі де бар, оңай тігу жолы. Ондай құрақтарымда болады болашақта. Сол себепті менің арнамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде подписаться деген кнопканы басып алыңыздар. Пікірлеріңіз болса қалдырыңыздар. Қасында тұрған қоңыраушаны да баса кетіңіздер.